Қайырлы күн. Аттестацияда келетін педагогикадан тест сұрақтарының 7-ші нұсқасын бастаймыз. Дидактика сөзінің мағынасы: оқыту, түсіндіру. Ақыл ой, тілдік, сенсорлық, ерік-жігер, мәдени, гигиеналық болып бөлінетін дағдылар. Күйтабақтар, үнтаспа жазылған материалдар дыбыстық көрнекілікке жатады. Түсініктілік принципін жүзеге асырудың шарттары: оңай, белгілі, қарапайымнан қиын, күрделі, белгісізге көшу. Жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану шартын талап ету принципі: ынталандыру. Республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат стандарт деп аталады. Табиғат заңдылықтары туралы білім беріп, баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы ғылыми жаратылыстану пәндері болып табылады. Сөздік әдістердің тобына жататын әдістердің бірі түсіндіру. Жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекілік құралдардың жұмыс істеу әдіс тәсілдерін ауызша баяндау, түсіндіру. Оқушыға мұғалім ережелерді, формулаларды, заңдарды түсіндіріп меңгерту әдісі дедуктивтік. Оқытудың тәжірибелік әдістері: жаттығулар, зертханалық және практикалық. Сабақтың әр бөлігінде мұғалім мен оқушылар бірге жасайтын алуан түрлі жұмыстар сабақтың құрылымын құрайды. Білімді тексеру сабағының маңызды бөлігі: жаңа оқу материалын тәжірибеде қолдану. Нәтижеге жеткізетін шаралар жүйесін жасау, оқу-тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыру, сабаққа дайындалу. Жекелеп оқытудың жақсы жақтары: мұғалім оқушының нені білетінін, білмейтінін анықтайды, қатесін уақытында түзетеді, оқушы өзіне ыңғайлы уақытта жұмыс істейді. Әрбір оқу тоқсаны және оқу жылы аяғында өткізілетін, оқу материалы жүйеленіп, талдап, қорытылатын тексеру, қорытынды тексеру. Оқу-тәрбие барысын және оның нәтижелерін талдау мектептегі диагностика міндеттерінің бірі. Бірінші сыныптың алғашқы жартысында мүлдем қолданылмайтын тексерудің түрі жазбаша тексеру. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ төмен дәрежелі. Көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Брунер бойынша оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы. Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі түрткі болу. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударылатын тәсіл гуманистік. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе: нені енгізу қажет? Оқуды даралаудағы шешуші критерий: білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі сынақтан өткізу. Тұлғаның білім алуында ақыл ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі танымдық.
Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ жоғары дәрежелі. Алдымен алғашқы жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі түрткі болу. Сынақтан өткізу мен түрткі болуды шатастырып алмау керек. Бала құқығы туралы конвенция қабылданды 1989 жылы 20 қарашада. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер.